Құрметті ағайындар, ендігі біздің аялдамамыз кезінде ата-бабаларымыз жайлаған қоныс тепкен Орта Бақалыға келіп тұрмыз. Мінекей менің дәл артымда Орта Бақалының биік зәулім таулары. Қарап тұрсаңыздар, таудың бір керемет ерекшелігі, таудың бетінде табиғаттың сондай тылсым сыйқырын қараңыздар. Таудың бетінде қара жолақтар көрініп тұр. Анадайдан өрісте жайылып жүрген, отқа жайылып жүрген сиырды көріп тұрмыз, қылаңытып тұр, көз ұшында жота безінің бетінде жайылып жүрген тамаша табиғат. Ал құрметті ағайын туыс бауырлар, мінеке Қайрат нағашым осы Тәуелбай елінің Алтынтау ауылында туып өскен азамат. Бақалыға келдік. Бір жақсы бір тілек айтып беріңіз, бір Бақалыға, осы туып өскен жеріңізге осы халықты көрсете беріңіз, биіктен көрмей беріңіз. Жақсы бір тілек айтып беріңіз нағашым. Мінеке құрметті бауырлар, інілер, бүгін Алланың сәтін салып, бір туған жердің төңірегіндегі тарихи тауларға, тамаша табиғаттың аясына барлығымыз мінекей бір атаның баласындай, бір өзеннің сағасындай болып жиылып, жиналып, өнерімізбенен, өлеңімізбенен келіп отырмыз. Нағыз ауыз толтырып мақтанып айтатын ауылымыздың табиғатының аясында отырмыз. Әрқашан бірлігіміз жарасып, жақсы күнде басымыз қосылып осылай жүре берейік, әндетіп, сәндетіп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ел іргесі қашанда бейбітшілік орнап, жамандеттің беті қайтып, көрер қызығымыз көп болсын. Әрқашан қанаттарың талмасын, әрқайсысымен бір-бір өнер иесі деп тән алам, білем. Сол себепті болашақтарыңа баянды бақыт тілеймін. Шалқытып, туған жердің шаңырағын жүре беріңдер.